мына сіз бүйтіп түсіріп жатқанда жаңа ұрғанды түсіріп қойыңызшы. Иә, сәлем қазақстандықтар, бүгін 17 наурыз, біз Қызылорда қаласынан қайтып келе жатырмыз. Мұны Жаңақорған ауданға келіп, жолда осындай қазақ елі. Біз мынау Думан Мұхаммедкәрім қазір неше уақыттан бері кәсірде жатыр Қызылордада. Біз енді соны қалай да болса қолдап, біз Алматыдан, Шымкенттен, мынау Қызылордадан белсенділер келіп тұр. Бізді жаңа жиналып басымыз Дүлістің бастығымен кездескенбіз, Шаймерден деген бастығымен. Бізді о жерде бәрін анасын, кімді Рысбек ағаны тағы адвокатымен ішіне кіргізіп жолықтыратын болған. Бірақ қазір хабарласақ, біздің жолдың жарты жолына келген уақытта хабарласақ, кіргізбепті де, кездестірмепті де. Бізді бұл Дүлістің бастығы бізді Шаймерден деген бізді алдап жерді. Міне. Сендер қайта беріңдер деді ғой. Қайта беріңдер, біз жолықтырамыз егесін. Біз жарым жолға келген уақытта біз осындай жағдайды естіп, міне бізді ақымақ қып алдап жібергеніне мына анасы сол жақта жылап бізге айтып тұр. Енді мынау қай жерге барып талап етуіміз керек? Енді біз Астанаға барамыз, тоқтамаймыз. Думанның артында халқы бар, елі бар қолдайтын. Сіз айтыңызбен. Мына биліктің уәдесінде тұрмай, уәдесін бұзған үшін біздің халықтар ашынып отыр. Егер бұлар айтқан сөзді орындамаса, айтқан адам мезі болады деген. Біздің халық мезі болды. Сондықтан бұдан бұлай бізді тағы да алдайтын болса, біз мына бүткіл халықты көтереміз. Біз ереуілге шығамыз. Сонда көресіңдер. Мына биліктің жендеттері, сендер 200-лікті қойыңдар. Түкірдім сендерге. Жақсы мен осымен сол тікелей эфирімізді тоқтатамыз.